Біріншіден, Маңғыстаудың қоғамдық ұйымдары басқа өңірлермен қарағанда белсенді. Оны басқа коллегаларымыз да дәлелдеп айтатын шығар. Одан бөлек, біз Маңғыстаудың қоғамдық ұйымдарының белсенділігі, ол былай ақша жағынан да айтуға болады. Биыл Маңғыстауға жаңағы мемлекеттік гранттарға 700 миллиондай шамамен, сосын мемлекеттік тапсырысқа 300 миллиондай, барлығы 1 миллиард ақша бөлінді қоғамдық ұйымдарға. Маңғыстауда ондай көп қоғамдық ұйым жоқ. Енді Алматымен салыстырғандай ондай адам көп емес. Маңғыстауға енді 750 мың тұрғын тұратын облысқа 1 миллиард ол үлкен көрсеткіш деп есептеймін. Ол жыламаған балаға емшек жоқ демекші. Ол қоғамдық ұйымдар өздерінің жұмыстарын дәлелдемесе, ондай қажеттілік бар екен көрсетпесе, ондай 1 миллиард теңге бюджет есебінен ақша бөлінбейді. Осының өзі үлкен дәлел деп есептеймін.